Шыңғыс хан әлем тарихындағы ең атақты билеушілердің бірі. Оның шынайы есімі Темужин болған. Ол 1162 жылы, кей деректерде 1155 немесе 1167 жылдары Моңғолия жерінде дүниеге келіп, 1206 жылы бүкіл моңғол тайпаларын біріктіріп, өзін ұлы хан деп жариялады. Қызықты фактілер. Бойының ұзындығы белгісіз. Кей деректерде Шыңғыс ханның бойы орташа, кейбірінде өте ұзын деп сипатталады, бірақ нақты дерек жоқ. Көзінің түсі ашық болған. Тарихшылардың айтуынша, Шыңғыс ханның көздері ашық түсті, шашы қызғылт қоңыр болған. Дипломатиялық тәсілдері мықты болған. Ол соғысты ғана емес, бейбіт келісімдерді де жақсы меңгерген. Егер бір ел өз еркімен берілсе, халыққа тиіспей билеушілерін моңғолдардың одақтасы етіп тағайындаған. Қатты заңдары болған. Яса заңы. Шыңғыс хан өте қатал заң жүйесін құрды. Ұрлық жасағандар, опасыздық еткендер ауыр жазаланды. Бірақ оның заңдарында діни төзімділікке ерекше мән беріледі. Әлем халқының 8% оның ұрпағы болуы мүмкін. Ғалымдар ДНК зерттеулері арқылы қазіргі таңда 16 миллионнан астам ер адамда Шыңғыс ханның генетикалық ізі бар екенін анықтады. Ешкім оның қабірін таппаған. Шыңғыс хан қайтыс болған кезде оның денесі құпия түрде жерленді. Аңыз бойынша оны жерлеген құлдарды өлтіріп, кейін сол жерге дейін апарған сарбаздарды да өлтірген. Әскерін ондық жүйемен басқарған. Ол әскерді ондық, жүздік, мыңдық, түмен 10 мың адам деп бөлген. Бұл жүйе жауынгерлердің ұйымшылдығын арттырды. Әйелдерге еркіндік берген. Шыңғыс ханның тұсында моңғол әйелдері қоғамда маңызды рөл атқарды. Ол өзі анасы өлеңнің ақылдылығын қатты құрметтеген. Шыңғыс ханның жорықтары әлем картасын өзгертті, ал оның билік жүргізу әдістері көптеген империяларға үлгі болды.